Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Достар, бүгін Subaru центрдегі жүрілген көліктердің бағасына шолу жасағалы келген болатынбыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер, керек адамдарға жіберіңіздер. Ал біз бастадық. Hyundai Tucson бестселлер. Яғни ең көп сатылымдағы көліктердің бірі. Салоннан көп сатылатын көліктердің бірі. 2019 жылға 25 мың ғана километр жүрген екен. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат. Іші матадан жасалған. Алдыңғы жетекті көлікке 10 миллион 490 мың теңге тұрап тұр. Mitsubishi Outlander. Ақ түсі, үстінде рейлингтары бар, іші матадан жасалған. Автоматта көлік, қатты ескірмеген іші. 2013 жылғы көлік, 155 мың километр жүрген. Қозғалысының көлемі 2.4 автомат. Толық жетекті 6 миллион 630 мыңға бағаланған. Subaru XV ақ түсті, жақсы жағдайдағы қыстық талондар орнатылған, титанды дискіде. Іші былғардан жасалған, былғарысының жағдайы жақсы, жалпы салон ескірмеген қатты. 2019 жылғы 12 мың километр жүрген екен. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат, бағасы 13 миллион 530 мың. Kia Sportage өте әдемі көрінеді осы көлікке. Титанды диск орнатылған, ақ түсті, іші матадан жасалған, жақсы жағдайда салон. 2017 жылғы 89.700 км жүрген. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат. Бағасы 9 миллион 210 мың теңге. Толық жетекті. Renault Captur өте жинақы көлік, асты клиренс өте биік мына көлік. Бұралған жеріне дейін клиренс. Көліктің ақ қара түсті, сырты ақ қара жерлермен. Көліктің іші матадан жасалған, автоматта көлік. 2019 жылғы 23.200 км жүрген, қозғалысының көлемі 1.6 автомат. Бағасы 7 миллион 210 мың. Алдыңғы жетекті көлік. Hyundai Creta. Creta ақ түсті, жай баллондар және баллондар ескіріп қалыпты. Ауыстыру керек. Іші матадан жасалған, ескірмеген автомат. 1.6 қозғалысының көлемі, 2018 жылы 21 мың километр жүрген. Бағасы 7 миллион 890 мың теңге. Subaru Forester 2007 жылғы титанды диск орнатылған, тағаланған баллондар орнатылған, бірақ кішкене уже ескірген көрініп тұр. Үсті люк бар. Іші бұлғардан жасалған, 2007 жылы көлік болғандықтан ескірген. 205 мың километр жүрген екен. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат. Толық жетекті. Бағасы 4 миллион 790 мың. Kia Soul ақ түстісі, титанды диск орнатылған. Көліктің іші матадан жасалған. Жалпы жақсы жағдайда деп айта аламыз. 2014 жылғы көлік 104 мың километр жүрген. Қозғалысының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 6 миллион 60 мың теңге. Nissan. Бізде көлік
еш жері боялмағаны көрініп тұр, яғни өзінің заводской түсімен. Nissan Qashqai 2019 жылғы 44.300 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат. Көліктің іші матадан жасалған. Көлікке 9.990.000 теңге деп жазып қойыпты. Келесі бізде Hyundai Tucson. Hyundai Tucson қара түстісі. Титанды дисктер орнатылған. Hankook. Hyundai Tucson 2020 жылғы 12.200 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат. Көлікке 12.890.000 теңге сұрап тұр. Толық жетекті, бензинмен жүреді, іші былғардан жасалған. Қара түсті, үстінде релингтары бар. Subaru Forester. Көк түсті, титанды дискпен. Іші былғардан жасалған, былғарының жағдайы жақсы. Көрініп тұрғандай. Көлік 2019 жылғы 34.700 км жүрген. Қозғалысының көлемі 2.0. Автомат. Көлік толық жетекті. Бағасы 14.090.000 теңге, 300.000 теңге шегерілім жасалған. Көрсеңіздер, менеджерлердің номерлері. Сонымен қатар көліктің астында, сипаттамасында осы менеджерлердің номерлерін тастап кететін боламын. Келесі бізде Toyota RAV4. Қазақша айтқанда, орысша айтқанда RAV4. Қара түсті титанды диск орнатылған көлік. 2018 жылғы 68.000 км жүрген. Қозғалысының көлемі 2.0 автомат, вариатор. Жалпы алдыңғы терезесінде подогрев бар. Көлік толық жетекті, бағасы 12.490.000 теңге. Келесі тағы да бір Subaru Forester. Бұндай қоңыр түсті, титанды дискпен орнатылған. Көліктің іші қоңыр түсті былғардан жасалған екен. Көлік 2020 жылғы 2100 ғана километр жүрген. Қозғалысының көлемі 2.5 автомат. Толық жетекті, бензинмен жүреді. Бағасы 19.200.000 теңге. Үстінде рейлингтары және лүгі бар. Бізде келесі Prado 120 мен қатарлас шыққан, кузовы шанаға ұқсас көлік. Lexus GX470. Көліктің үстінде лүгі бар, рейлинг бар. 2004 жылғы көлік 280.600 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 4.7 автомат. Газ бензин орнатылған. Толық жетекті, бағасы 8.690.000 теңге. Қозғалысының көлемі 4.7. Toyota Land Cruiser 200. Соңғы шанағындағысы. Титанды дискте. Сырта ақ түсті. Көлік 2016 жылғы 86.000 км жүрген екен. Қозғалысының көлемі 4.6 автомат. Толық жетекті, бензинмен жүреді. Іші былғардан жасалған. Қара түсті. Бағасы 30.190.000 теңге. Келесі көлік бізде Hyundai Creta. Hyundai Creta сұр түстісі. Көлік жаңа екені көрініп тұр. Үстінде ешқандай люк жоқ. Іші матадан жасалған. Көлік жаңа. 2019 жылғы екен. Тазаланып қойған қазір. 19.000 км жүрген. Қозғалысының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті. Бағасы 7.990.000 теңге. Мультируль. 4 терезесі электронды түрде ашып алады.
жалпы мындай. Келесі бізде Nissan X-Trail. Nissan X-Trail қара түстісі. Көліктің іші матадан жасалған, қара түсті. Көлік 2014 жылғы 144.500 км жүрген екен. Қозғалышының көлемі 2.0 автомат. Толық жетекті, бензинмен жүреді. Алдыңғы бағасы 7.110.000, қазіргі бағасы 6.990.000 теңге. Шегерім деп жазып. Достар, осымен шығарылым стандарында жетті. Қиын болмаса лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер, біздің каналдың дамуына үлкен үлес қосқан болатын едіңіздер. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.